қар кәдімгідей қалың жауып тұр. Қазір тағы бір дүние сіздерге көрсететін боламын. Өте керемет дүние. Қазір назарларыңызға ұсынатын боламын. Енді бұл өздеріңізге айтқандай дәл ортада сол тектұрмас әулие тұр. Әулие дегенде қалай? Бұлар бізге исламды насихаттап алып келуші адамдар қатарында әулие болып отыр. Ал енді сіздер көбіңіз айтасыздар, біздің ата бабамыз әлімсақтан мұсылман болған, сендер кәпірсіңдер, қалған қазақтың барлығы кәпір, тәңіршіл. Біздің ата бабамыз әлімсақтан мұсылман, Ыбырайы бар, Абайы бар, Бұқар жырау деп, айтып жатасыздар. Алланың өздері рас, сөздері рас деп жатқан, ешқандай да тәңіршілдік болмаған, ол моңғолдардікі, ол деген жаңағы үнділердікі, тағы да қалмақтардікі, жоңғарлардікі деп. Сіздер өздеріңіздің ата бабаларыңызды білесіздер ме? Сіздер сол арабтың ата бабаларын, сахабаларын, жеті атасын білгенше өздеріңіздің тарихтарыңызды, қалай тарихтарыңыз неден бастау алып жатқанын, сіздердің тамырларыңыз қайдан басталғанын, қалай мықты мемлекет болып құрылғандарыңыздың барлығын неге білмейсіздер? Сол мақсатта мен сіздерге арнайы осыны көрсету үшін келіп отырмын көне шаһарға. Енді қараңыздар, мына жерде бір қызды көрсетейін. Бір қызға емес, 5 қызық. Мінекей, алып ер тоңға атамыз. Бабамыз біздің дәуірімізге дейін 8-7 ғасырлар аралығында аты аңызға айналған Тұран билеушісі дейді. Міне, бұл кісі тәңіршіл, исламист емес, мұсылман дінін ұстанған кісі емес. Алып ер тоңға аты аңызға айналған Тұран билеушісі. Қазір сіздер Тұран деп жүрсіздер ғой. Соның негізін қалаған өзіміздің атамыз. Енді мынаны қараңыздар. Ши қаған. Біздің дәуірімізге дейін 4-3 ғасырлар аралығында ежелгі сақ дәуіріндегі билеуші. Сақ дәуірінің билеушісі. Құрметті қазақтар, сіздердің, біздің, яғни қазақтардың бабалары тәңіршіл, міне. Көріп отырсыздар ма? Келесі кеттік. Сіздерге нақты көрсетейін. Мына жерде міне шөже, біздің дәуірімізге дейін 1 ғасыр қаған, шөже қаған, ежелгі Тараздың іргетасын қалаушы. Қараңыздар, мына Тараздың, ежелгі Тараздың іргетасын, дәл осы Тараздың іргетасын қалап отырған өзіміздің шөже қаған, өзіміздің бабамыз, яғни тәңіршіл, ешқандай да ислам мемлекетінің немесе ислам билеушілерінің бірі емес. Түсініп отырсыздар ма? Міне, сіздер деген бұл кісілерді пір тұтуларыңыз керексіздер, бұл кісілерге алғыс айтуларыңыз керексіздер. Сіздер деген қазір осы кісілердің барлығын кәпір деп отырсыздар, кәпір деп. Түсініп отырсыздар ма? Моңғол, қалмақ, бірдеңе деп. Масқара дүние ғой бұл деген. Өздеріңіздің тарихтарыңыз білмей, өздеріңізге түкіріп отырсыздар ғой, сатқындық жасап. Міне қараңыздар, естемей қаған. 6 ғасыр батыс түрік қағанаты, тәңіршіл. Енді осыдан кейін қалайсыздар? Сатқын, моңғол, қалмақ, жоңғар деп айтасыздар. Сонда қазақ, өздеріңіздің қазақтарыңыз жау болдық па біз сіздерге? Міне, сұлу қаған. Мен бұны айтқан болатын, қалай жаңағы шайқасқанын, арабтар келген кезде Алла деп, Аллаху акбар деп, сұлу қағанымыз не істеді? Сұлу қағандарымыз әруақ деп шапты. Біздің бабалар әруақ деп шапты. Сол кезде аллалап шапқан арабтарды әруақ деп шапқан қазақтар жеңді. Біздің бабаларымыз жеңді, түркілер. Енді қараңыздар, сұлу қаған, түргеш қағанаты, 8 ғасыр. Көріп отырсыздар ма? Бұл кісі де тәңіршіл. Тек қана өзіміздің алауыздығымыз, сол баяғы бірікпей жем болып отырғанымыз, іштен бөлініп, іріп, сен жамансың, сен какайсың, міне осындай әңгіме. Қазір сіздер де тәңіршіл деп біздерді бөліп жатырсыздар. Қазақ өзімізде көп емеспіз. Бізге көз тігіп жүрген жаулар жетеді. Ал сіздер бізді бөліп жатсыздар, жарып жатсыздар. Қараңыздар, бізге ислам күшпен, қан төгіспен келіп отыр. Ешқандай да бейбіт түрде келген емес. Міне, дәлелін көрсеттім сіздерге. Бұл кісілердің барлығы тәңіршілдер, біздің бабаларымыз. Сіздер қайдағы бір жаңағы сахабаларды, тағы да басқа ислам билеушілерін көрсеткенше, солармен мақтанғанша, осы кісілермен мақтаныңыздар. Сіздер қалай бұл тарихты алып тастай аласыздар? Тарихтың бетінен ешқашанда жоя алмайсыздар. Бұл шындық, бұл ақиқат. Бізге күшпен келді, бізді жаулап алды. Бізден сұраған жоқ, қан төгіп, ертеңгі күн сіздер де басқа мемлекет келіп, мысалға бізді қырып тастаса, не болады? Тура сондай жағдай болады. Сондықтан да қазақтар, айналайын қарға тамырлы қазақ, дұрыстап ойланыңыздар. Өз бауырларыңызды бөліп
жарып, сен какайсың, сен жамансың, сен ақымақсың, сен сатқынсың демес бұрын сіздер кімнің сатқын екенін, кімнің қазір сатылып жүргенін білсеңіздер, жақсы дұрыс дүние болады. Нағыз сатқындықта қазір сіздер жасап жүрсіздер ау.